barış septik. Türkçe yönelme hali dep aytamiz. Qo'shimchalari a және e. Kime, kimga, neye, nega, nereye, qayda degan so'roqlarga javob beradi. Жуан дауысты дыбыстардан кейін o, a, I, o, udan кейін әдеттегідей a, i, ö, жіңішке дауысты дыбыстардан кейін жалғанады. Мысалға, Canan a кімге, Cananға деп апостроф қойып жазған кезде a. Оқу, мектеп, университет, оқу, қайда, оқуға, мектепке, университетке, оқула. Дәфтәр, қайда, неге, дәптерге, қайда, неге, дәфтәре. Göl, көл, қайда, көлге, гөле. Гөле. A немесе қосымшаларын жалғадық, оны қайда қарадық, соңғы дауысты дыбысқа қарай жалғадық. Үндестік заңына сәйкес. Бұл егер сөздеріміз бұл жерде бәрі дауыссыз дыбысқа бітіп тұр, мына жердегі берген мысалдарымыз. Ал егер дауысты дыбыспен бітетін болса, дауысты дыбыспен бітсе, дауысты дыбыспен аяқталып жатса егер сөзіміз, онда екі ортаға әдеттегідей қосымшасы, көмекші дыбысы келеді. Онда a, I, o, uдан кейін не болады? Я болады. I, Ö, Öден кейін Е болады. Мысалы, тақта. Тақта. Тақтая деп айтамыз. Тақтаға. Анадолу. Кіші Азия. Жер атауы. Дауысты дыбысқа біткендіктен Е алып келдік. Сосын У қалың болғандықтан Аны алып келдік. Олай болса, Анадолу апостроф жалқы есім. Анадолуя. Деде. Ата. Дауысты дыбыспен біткендіктен әуелі Е, сосын бұл жіңішке болғандықтан деде, кімге? Атаға. Көті. Жаман. Дауысты дыбыс болғандықтан қосамыз. Одан кейін бұл жіңішке болғандықтан жалғауын алып келеміз. Көті жаманға, жаман адамға. Көті. Бұл жерде әрине біз әдеттегідей К, Т, Ч, П есімізде болса, бұны біз кетчап деп жаттаған болатынбыз. Кетчап сөзіндегі 4 дыбысқа назар аударамыз әдеттегідей. Мысалға, көзілік, көзілдірік. Көзілік, жұмшақ К-ге айналады, сосын барып көзді. Бұл мына 4 қатаң дыбыстың ұяңдануы, немесе түркшеде жұмсаруы деп айтады. Өзінен кейін дауысты дыбыс келген кезде бұл дауыссыз дыбыстар ұяңданады, немесе түркшедегідей жұмсарады. Көзді деп айтамыз. Кağıt. Бұдан бұрынғы сабақтарымызда бұларды өткен болатынбыз. Kağıt, қағаз. Қағазға дейтін болсақ, kağıdı деп айтамыз. Kağıtı демейміз. Тіге қатысты көптеген заңға, ережеге қатыспайтын сөздер бар деп айтқанбыз, оны да ұмытпаймыз. Havuç, сәбіз. Kağıda. Havuç, сәбіз, сәбізге. Havuca. Не қылды? Жыға ауысты. Kitap. Kitap.
Kitapqa deйтін болсам, kitaba. Kitapqa демейміз, kitaba деп айтамыз. Kitaptағы мысалдарға қарайық. Сұрағымыз nereden, қайдан, nereye, қайда. Шығыс септігі, барыс септігі. Sema nereden çıkıyor? Sema қайдан шығып жатыр? Шығып келе жатыр демесе, Sema hastaneden çıkıyor. Aurуханадан шығып жатыр. Шығыс септігі. Nereye? Қайда? Барыс gidiyor, бара жатыр. Üniversiteye gidiyor. Университетке бара жатыр. Üniversite дауысты дыбыспен біткендіктен оған е жауады. Hasan nereden çıkıyor? Hasan market соңы t болғандықтан ten çıkıyor. Nereye gidiyor? Қайда бара жатыр? Ev қайда? Eve gidiyor. Canan nereden çıkıyor? Sinema. Canan sinema dауысты дыбыспен бітті. Dan çıkıyor. Kinoteatrdan шығып жатыр. Nereye gidiyor? Қайда бара жатыр? Park ka gidiyor. Parka bара жатыр. Emin nereden çıkıyor? Қайдан шығып жатыр? Kütüphane. Emin kütüphaneden çıkıyor. Nereye gidiyor? Қайда бара жатыр? Müze. Дауысты дыбыспен бітті. Олай болса, әуелі ен алып келеміз, сосын бар септігінің жалғауы müzeye gidiyor.